Ұлттық бестемше ойыны арқылы мектеп жасына дейінгі баланы жан-жақты дамыту. Бестемше зияткерлік ойын. Бестемше әлемдік мәдениетінің озық үлгілерімен бой теңестіре алатын рухани ойын, логикалық ойлау өнері. Бұл ойынның басты қасиеті жеке тұлғаның сана сезімін жетілдіруге, ақыл ойын кемілдендіруге ерекше күш салады. Ұрпақ тәрбиесіне жауапкершілікпен қарайтын халқымыз жас өспірімнің дене күшінің мол болуымен қатар ақылды болуына да көп мән берген. Бестемше ойынның маңызы. Қазіргі кезде бестемше ойынның елімізде және шет елдерде кеңінен таралып, балабақша және мектеп бағдарламаларын енуі ұлттық ойынның бала тәрбиесіне алатын маңызды байланысты болып отыр. Осыған байланысты осы ой өнерінің жас өспірім тәрбиесіне беретін қандай маңызды ерекшеліктері бар, соған тоқталып кетейік. 5 жас маңызды жас. Мектеп жасына дейінгі ұйымдарда 5 жастан бастап көптеген тәрбие түрлері беріледі. Оның ішінде сөйлеу әдебиеті, музыка, сурет, еңбекке баулумен қатар математика, зияткерлік тәрбие, логикалық тәрбиенің де орны ерекше. Бестемше ойынның маңыздылығы да осы математика және ақыл ой тәрбиесіне қатысты. Бестемше ойынның маңызы. Ойлау жүйесін дамыту, дербестікке үйрету, жеңілісті дұрыс қабылдауға үйрету, назарды шоғырландыру, уақытты тиімді пайдалану, жоспарлау және бас тартуды үйрету, жадына жақсарту және есте сақтау қабілетін дамыту, қол моторикасын дамуы, жан-жақты қалыптасу. Бестемшенің басты маңызды ойлау жүйесін дамытады. Бестемше ойыны математикалық есеп ойыны. Жүрістерді алдын ала ойлау, есептеу, қиялдау, оның негізгі өзегі. Сондықтан оқушы ойынды үйрену барысында оның бойында стратегиялық және жүйелі ойлау қабілетін қалыптасады. Бұл кез келген салада болашақта керек болады. Өйткені өмірде де болашақ істерді алдын ала ойлау негізі мәнге ие. Дербестікке үйрету. Бестемше жас өспірінің тек өз ақыл ойы күшіне ғана сене алатынын тәжірибе жүзінде көрсетеді. Бала ойын барысында тек өзі ғана ойланады, өзі ғана шешім қабылдайды. Сондай-ақ оңаша кезде есеп шығарсады, ойын барысында талдау жасасады, жарысқа қатысады, тек өзінің сана сезімін ғана жүзеге асырады. Яғни ойын тұжырымдамасы тек өзіне ғана сенуге үйретеді. Жеңілісті дұрыс қабылдауға үйрету. Жеңіс қуаныш, ал жеңіліс өкініш сезімін тудырады. Осы сәтті қатемен жұмыс істеу арқылы бүлдіршін бойында жігері жынданады. Жеңілген ойынды талдау арқылы келесі жолы қатені болдырмау керек. Мұның барлығы еңбекқорлық арқылы кедергілерге еңсеру болып табылады. Сондықтан ойында жеңіліске ұшырған бала оның ойын табиғатын түсініп, кейін өмірде де жеңіліске мойымайтын болады. Назарды шоғырландыру. Бестемше ойнаған балалардың алғашқы кезде бір орында отыра алмай, жеңілтек мінездер көрсетеді. Олардың назары біресе ойында, біресе телефонда, немесе басқа жақта болады. Уақыт өте ойынның құндылықтары оны ыждахатты, шыдамды, төзімді етіп тәрбиелейді. Баланың назары тек тақтаға ғана ауып, ойынға ықыласы артады. Ойыннан қуаныш алып, жаман мінездерден арылады. Уақытты тиімді пайдалану және жылдам шешім қабылдау. Бүлдіршін назарына ойынға аударған соң, ол бос уақыттарын бестемше ойнап, уақытын да тиімді пайдаланады. Жарысқа қатысқан кезде бестемше ойынның барысында тақтадағы жағдайға байланысты тез және тапқыр шешім қабылдау керек. Өйткені сіз сұрақ ойласаңыз, уақытын жеңілуіңіз мүмкін. Сондықтан әрбір минутты және секундты қадірлейсіз. Жоспарлау және бас тартуды дамыту. Бестемше ойнаған кезде дұрыс жүрістерді қабылдап, нашар және жалған жүрістерден бас тарту керек. Тиімді жүрістерді ойша жоспарлаумен қатар сіз оған баға бересіз.
жадыны жақсарту және есте сақтау қабілетін дамыту. Бала ойынға берілген сайын ойынды қалай бастау керек, қалай аяқтау керек бәрін есіне сақтайды. Әр құмалақтың жүріс жасаған сәтінде орны мен оның барған жеріне дейінгі аралықты отаулардағы құмалақ санын үнемі есептеп жаңылыспау керек. Мұның барлығы баланың есептеу сақтау қабілетін дамуына көмектеседі. Әрбір жақсы жүріс әдетке айналып, ол есінде қалады. Және де қол моторикасының дамуы. Бестемше ойынды ұсақ шарларды ұстау және дегі алаңдағы бестемше кубик арқылы қол қозғалысы арқылы ми және жүйке талшықтары әсер етеді. Сонымен қатар ойын барысында ойын тағдыры да әсер етеді. Жан-жақты қалыптасу. Осы жоғарыдағы қабілеттердің дамуының арасындағы болашақта бала жан-жақты жетілген тұлға боп қалыптасады. Оқу үлгерімін артуы, ақыл, ой белсенділігін дамуы, бәсекеге қабілеттілікке бейімделуі, имидж қалыптасу барлығы ұлттық ойынын беретін маңызды болып табылады. Алаңдағы бестемше. Бестемше ойынын арнайы алаңда ойнау арқылы жұртшылықты қызықтырып, ойынның маңызын арттыра түсуге әбден болады. Оның үстіне балалар қимылдау арқылы денені ширату мен шынықтыру әрекеттерін қатар атқарады. Мұндай алаңдағы бестемшені рөлдік ойынды жаттығу мен жарыстар алдында ойнаған тиімді. Ойыншыларды ойынға жұмылдырып, олардың денесін дайындауға, жүйкесін сергетуге көмектеседі.